Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздермен кезекті футбол жаңалықтарымен бөлісуге дайынбыз. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз: Эрлинг Холланд Боруссияның соңғы ұсынысынан бас тартты. Реал Мадрид Килиан Мбаппемен келісе алмай отыр. Роберт Левандовски Барсаның жазғы трансферінің басты мақсаты. Осы және өзге де футбол жаңалықтары бүгінгі видеода. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпайық. Барселона ПСЖ жартылай қорғаушысы Марко Вераттиге қызығушылық танытып отыр. Вераттидің ПСЖ-мен келісімшарты 2024 жылға дейін жарамды. Тараптар келісімшартты ұзарту жөнінде әлі келіссөздер бастаған жоқ. Ағымдағы маусымда Вератти париждіктер үшін барлық жарыстарды есепке алғанда 29 матчта 2 гол және 2 нәтижелік пас берді. Фулхэм Манчестер Юнайтедтің вингері Джесси Лингардты сатып алуға дайын. Бұл туралы журналист Ради Галетти хабарлайды. Лингардтың Манчестер Юнайтедпен келісімшарты осы жазда аяқталады. Джесси Олд Траффордтан еркін агент статусымен кетеді. Пауло Дибала Интерден басқа барлық үміткерлерден бас тартты. Инсайдер Альфредо Педула футболшының мансабындағы қазіргі жағдай туралы айтты. Дибала басқа командалардың ұсыныстарын қарастырмайды. Аргентиналық Интерден егжей-тегжейлі қорытынды келісімшарт күтуде. Дибалаға бірнеше клубтар қызығушылық танытты. Олардың ішінде Тоттенхэм де бар. Аргентиналық күтпеген шешім қабылдады. Осының салдарынан ойыншының жанкүйерлерімен қиындықтар туындауы мүмкін. Осы маусымда Дибала А сериясында 27 ойында 15 гол соқты. Эрлинг Холланд Боруссияның соңғы ұсынысынан бас тартты. Sky Германия хабарлауынша Эрлинг Холланд өз шешімі туралы клуб басшылығына хабар еткен. Норвегиялық келесі маусымда Боруссия сапында ойнамайды. Бірнеше басылымдардың хабарлауынша Норвегиялық келесі маусымда Манчестер Сити командасында өткізеді. Боруссия Дортмунд өз сөзінде тұрып, ойыншыны 75 миллион еуроға сатады. Бірақ ресми сатылым сомасы бекітілмеген. Бұған дейін Челси мен Реал Мадрид ойыншының жарақаты мен алаңнан тыс әрекеттеріне байланысты ойыншыны сатып алудан бас тартқан болатын. Осы маусымда шабуылшы Боруссия сапында барлық турнирлерде 29 матчта 28 гол соғып, 7 нәтижелік пас берді. Холландтың трансфері осы аптада ресми түрде жарияланады деп күтілуде. Арсенал Рахим Стерлингті сатып алуды қарастырып отыр. Британдық баспасөздің хабарлауынша Арсенал Сити шабуылшыны сата алатын қаржылық шарттарды білгісі келеді. Стерлингтің қалалықтармен 2023 жылға дейін келісімшарты бар. Әзірге келісімді ұзарту белгілері байқалмайды. Манчестер Сити Стерлингтің әрдайым негізгі құрамда ойнайтынына кепілдік бере алмайды. Рахимнің өзінің қазіргі клубтағы статусына көңілі толмай жүр. Трансфер өткен жазда Барселона Стерлингке қызығушылық танытқан кезде орын алуы керек болған. Поль Погба Манчестер Ситиден бас тартты. Беделді дереккөз Поль Погбаның Манчестер Сити өкілдерімен байланысы болғанын айтты. Бұл ретте ойыншыға қолайлы келісімшарт ұсынылған. Погба Манчестер Ситиден бас тартты. Француз өз шешімін басқа клубпен келісімге келіп қойғанымен түсіндірді. Әзірге баспасөзде нақты ақпарат жоқ. Погбаға әлі 2 үміткер бар. Олар Ювентус пен ПСЖ. Жазда ойыншы еркін агент статусын алады. Барселона Депаймен қоштасады. Испандық бақ каталондық Барселона Мемфис Депайды трансферге қойғанын хабарлайды. Олар жақын арада трансферлік терезеде ойыншыдан құтылуды жоспарлап отыр. Дереккөз каталондықтардың осылайша команданы нығайтуға қажетті қаражатты жинауға тырысатынын атап өтті. Депайдың қолында Блаугранамен келісімшарты бар. Ол келесі маусымның соңына дейін жарамды. Мемфис Депай Барса үшін Ла Лигада 25 ойын өткізді. Ойыншы 11 гол соғып, 2 нәтижелік пас берді. Реал Мадрид Килиан Мбаппемен келісімге келе алмай отыр. El País басылымының хабарлауынша Реал Мадрид пен Мбаппе имидждік құқыққа қатысты келісімге келе алмай отыр. Мадрид Мбаппеден түсетін имидждік табыстың 50%-ын алғысы келеді. Мадрид жазда еркін агент болатын 23 жастағы ПСЖ шабуылшысына 180 миллион еуро келісімшарт бонусын, жылына 40 миллион еуро жалақы және имидждік табыстың 50%-ын ұсынып отыр. Бұл ұсынысқа Мбаппенің жақындарының көңілі толмай отыр. Осы маусымда ойыншы өз имиджінің арқасында шамамен 40 миллион еуро табыс табады деп күтілуде. Ал алдағы жылдары бұл сома 70 миллион еуроға дейін көтерілуі мүмкін. Сонымен бірге Реал Мадрид басшылығы Мадридтік командаға ауысса Мбаппеге жаңа демеушілер мен серіктестер табуға мүмкіндік береді. Бұл оның табысын арттырады деп есептейді. Айта кетейік, ПСЖ шабуылшыға жаңа келісімшарт бойынша
имидждік құқықтан түсетін кірістің 100%-ын сақтауға мүмкіндік беріп отыр. Сол себепті Килиан Париждік клубта қалу мүмкіндігінде қарастыруда. RMC Sport келесі аптада Мбаппенің жақындары мен Реал Мадрид басшылығы арасында кездесу болады деп мәлімдеді. La Parisien кеше Мбаппенің PSG-мен 2024 жылға дейін жаңа келісімшартқа отырғанын хабарлады. Бұл хабарға көп ұзамай футболшының анасы PSG-мен де басқа клубтармен де келісімге келген жоқпыз деп жауап берді. Роберт Левандовски Барсаның жазғы трансферінің басты мақсаты. Десе де бұл трансферді жүзеге асыру оңай болмайды. Бавария бұл маусым аралықта полякты жібергісі келмейді. Ойыншының келісімшарты 2023 жылдың жазына дейін жарамды. 33 жастағы поляк өз мансабындағы неміс кезеңі аяқталды деп есептейді және Бавариядан кеткісі келеді. Барселона бұл трансфер қиын, бірақ жүзеге асыруға болады деп есептейді. Левандовски сатып алу идеясын президент Жоао Лапорте де, бапкер Хави де мақұлдады. Футболшының агенті Пини Захави трансфердің орын алуын қамтамасыз ету үшін белсенді жұмыс жасауда. Захави Баварияны келіссөздерді бастауға көндіруге және трансфер құнын 40 миллион еуродан асырмауға болады деп сенеді. Достар, бүгінгі видео осымен тәмам. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпайық. Келесі кездескенше.